Қаржы қағидалары кітабынан. Құнсыздану. Ақшаның құнсыздануы айналымдағы ақшаның шамадан тыс көбейіп кетуінен болады. Яғни ақша көп, бірақ сол ақшаға сатып алуға болатын өнім көлемі аз болса, құнсыздану басталады. Сәйкесінше өнімнің бағасы өседі, өнім неғұрлым аз, ал айналымдағы ақша көп болған сайын өнімнің бағасы соғұрлым қымбат бола береді. Мұны инфляция деп атайды. Мысалы, бір ауылда 5 адам өмір сүреді. Әрқайсысына 20 000 теңгеден үлестіріп берді дейік. Сонда айналымдағы ақшаның көлемі 5x 20 000, 5 көбейту 20 000 тең 100 000 теңге. Ауыл тұрғындары әрқайсысы бір-бірден өнім өндіреді. Көмбеш нан, қаймақ, құрт, жұмыртқа және қымыз. 5-ақ өнім бір-бір данадан өндіріледі. Ақша көп, өнім көлемі аз. Сол үшін көмбеш нан басқа нарықтағыдай 150 теңге емес, 1000 теңге. Тіпті 5000 теңге тұруы мүмкін. Демек, ақшаның құнсыздануын болдырмау үшін оның айналымдағы көлемін азайту керек, немесе өндірілетін өнімнің көлемін соған сай ұлғайту керек деген сөз. Айналымдағы ақша көбейген сайын құнсыздана береді дедік. Мысалы, ақш федералдық сақтық қор жүйесі долларды қалағанша баса беретінін білесің бе? Кәдімгі ақша басып жатқан принтерді елестет. Бұл доллар құнсыздана ма? Дегендерге жауап: теңгенің жағдайын ойлай бер. Құнсызданған долларға қатысты құнсызданып жатыр. Қандай қарқынмен кедейленіп бара жатырмыз? Ойлаудың өзі қиын. Доллардың жай қағаздан айырмашылығы ол әлемнің ақш экономикасына деген сенімінің көрсеткіші. Әйтпесе не алтынға, не күміске байланбаған құны жоқ жай қағаз ғой. Келесі жолы теңгеңді долларға айырбастауға асыққан кезіңде сен Қазақстан емес, ақштың экономикасына көбірек сеніп тұрғанын есіңе ал. ақш көп, ақша көп. Бірақ соған сай өнім өндіріліп жатқан жоқ. Бұл нені білдіреді? Сен қолданатын өнімдер қымбаттай береді, арзанданғаннан күтпесең де болады. Ақша бұрын соңды болмаған қарқынмен құнсызданып жатыр. Инфляция 15%-ға жетті деген сөзді естіген шығарсың. Бұл мынаны білдіреді. Былтыр дүкеннен 100 000 теңгеге алған шаңсорғышың биыл 115 000 теңге, плюс 15% тұрады. Инфляцияны өрт деп ойлашы, сенің ақшаңды жалмай береді, ал сен байлығыңның көз алдыңда азайып жатқанын байқамайсың да, қағаз түрінде сейфіңде немесе көп нөлдер боп онлайн есепшотыңда тұрғанына мәзсің. Оны сақтау үшін барың салуың керек. Үйің өртенгенде қарап тұрмайсың ғой. Енді не істеген дұрыс? Маңдай теріңмен тапқан ақшаңды құнсызданудан қорғаудың ең тиімді жолы сол ақшаға нарықта өз орны бар сенімді үлкен компанияның акцияларын сатып алып қою. Мысалы, 100 000 теңгеңді инфляциядан қорғағың келді делік. Егер жай есепшотта жатса, 15%-дық инфляцияның кесірінен бұл ақшаң бір жылдан кейін қазіргі 85 000 теңге сияқты болып қалады. Көз алдыңда инфляция 15 000 теңгеңді жеп қойды дей бер. Ал енді сол ақшаға бір жыл бұрын Қазатомпромның 10-ақ акциясын әр данасын 9700 теңгеге сатып алып қойғаныңда, қазір байлығың 169 930 теңгеге тең болатын еді. Қазір Қазатомпромның бір акциясы 16 693 теңге тұрады. Сен байлығыңды инфляциядан сақтап қана қоймадың, оны кішкене болса да арттырдың. Бұл қарапайым мысал ғана. Акция сатып алғанда букмекерде ақша тіккендей көтеріп алуды емес, ақшаңды инфляциядан қорғауды ойла. Қазатомпром бір жылда өсім көрсетпеуі де мүмкін еді, бірақ ұзақ мерзімде акциялар міндетті түрде өседі. Сен қайдағы бір зат емес, уран деген өнім өндіретін нарықта өз орны бар сенімді үлкен компанияның акциясын иелік етесің, өнім өндіретін. Ал айналымдағы ақша көп болған сайын өнімнің бағасы да өсе беретіні белгілі.